Сәлеметсіздер, жол болғыр. Қазір оқып жатырған Бейсенбай және әдеби майдан мен осы жақында бітірген «Очарованный буддист», яғни буддизм ілімі туралы кітапты оқу барысында менің көзіме түскен бір факт болды, және ол осы кітапта да, яғни қазақтардың ата бабаларымыздың күресі 1-2 ғасыр бұрын істеген істері туралы жазылған. Жаңа шықса да бұл кітаптың өзі. Және буддизм ілімі шамамен біздің заманымызға дейін 5-6 ғасырларда шықты. Ең қызығы, бұл екі кітапта да мәңгілік философиясы және мәңгілік болмыс туралы айтатын кезде әдейі белгілеп қойған болатын. 151 бетте Шәкәрім Құдайбердіұлының осындай 3 шумақ өлеңі берілген. Және 3 шумақ өлең алдында ол мәңгілік философиядағы 3 сұрақтан бастайды. Ол біріншісі: мұнда қайдан кеп түстім, өлгенше не істеуім керек еді, және өлген соң хәлім нешік болады, яғни қандай болады. Ең қызығы, осы 3 сұрақты ол осы 3 жыл өлеңмен, 3 шумақ өлеңмен жеткізеді. Және «Очарованный буддист» кітабы ол буддизм ілімінің шығу тарихы туралы жалпақ тілмен. Және ол жерде буддизм ілімінің 4 ақиқаты болады дейді. Ол 4 ақиқатын мен аудармадым, шамамен қастермен бірге аударатын болсам. Біріншісі: все составное не постоянно, все эмоции страдания, все вещи не имеют независимого бытия и нирвана вне представления. Яғни все составное не постоянно дегенде ол кітапта түсіндіреді, кез келген нәрсе жалғыз өзінен өзі пайда болмайды, оның пайда болуына бір басқа заттар ықпал етеді, және ол басқа заттар пайда болуына тағы да басқа заттар ықпал етеді. Сөйтіп келгенде бүкіл әлемдегі заттардың барлығы өзара байланысты. Келесі: все эмоции страдания деген кезде, тіпті біз бақытты болған кезде де ол, яғни біз үшін жаман, қайғы, мұң, кез келген эмоция, біз сезетін кез келген эмоция біз үшін жаман. Өйткені ол эмоция біткеннен кейін біз не сол эмоциядан арылғанымызға қуанамыз, ал қуану ол да эмоция, немесе сол эмоцияны аңсаймыз, ол да эмоция. Яғни эмоция деген осы қазіргі бар нәрселерге көбінесе байланысты бізді байлап тастайды. Жақсы бір оқиға болса, оған қатты қуанамыз, жақсы бір қайғы болса, оған қатты мұңаямыз. Сондықтан ондай эмоция қатты берілсек, біз шынымен де осы 3 сұраққа жауапты таба алмай, жай ғана өмірдегі материалды заттарға, материалды құндылықтарға беріліп кетеміз дейді. Үшінші, ол все вещи не имеют независимого бытия. Жаңағы біріншімен байланысты, все составное не постоянно деген. Яғни бәрі өзара байланысты болғандықтан ешқандай зат жалғыз өзі мәңгілік бола алмайды. Өмірдегі материалды заттар, тіпті біздің денеміз, плоть, яғни ағзамыз, ол бір күні жоқ болып кетеді. Тек қана мәңгілік болмыста осы сіздің қалдырған ізін дейді, ол ізін тура маңында із ешқашан қалмайды. Ал бір рухани ізін қалдыруын мүмкін. Және 4-шісі: нирвана вне представления. Бұның 4-шісін онша түсінбедім, бірақ шамамен шикілі түсінген кезде, яғни мәңгілікке ұмтылам деп, қазіргі өмірде де бір шетке сыр қоюға болмайды, бірақ қазіргі өмірге қатты беріліп, мәңгілікті қатты ойлап кетуге болмайды. Сондай бір баланс табу керек. Ал Шәкәрім Құдайбердіұлы сыр сөзінен опын айта аласыз дейді, яғни дәлел. Біз дейді: шынды білмек ойласаң сен, ең алдымен жанды біл. Ең керекті 3 сұрақпен жан құлағын қой бұрап. Келдім қайдан, нетсем пайдам, өлгеннен соң не болам? Мен деген жан ақыл айнам, жоғалама сол шынақ. Бар болған зат жоғалама, жоқтан әсер қалама. Аш көзіңді тұмшалама, кетпе ақылдан тым жарақ. Яғни мына жерде түсінік керек, өйткені шынымен де буддизмді біз Қытай кезден бері біліп келе жатқан жоқпыз. Жалпы барлығымызға танымал заттар ол мүмкін сансара, нирвана, йога, медитация секілді заттар, және буддизм ілімін көбінесе бұл кітапта айтады. Көбінесе қазіргі бір маркетингтің арқасында оны бір андай жеңіл-желпі өмірге қарау, өмірден рахат алу, күнде бір кайфовать ету деген сияқты сондай мағынада қолданып бастады дейді. Негізінде бірақ буддизм ілімі ол туралы емес, және оның негізін қалаушысы Сиддхартха Гаутама ханда да өзінің зәулім сарайынан кетіп қалып, ақиқатты іздеуге кеткен кезде ол өмірде рахат алуды көздеген жоқ, және оны насихаттағысы келген жоқ. Ал бұл біздің Шәкәрім атамыздың 3 шумақ өлеңде өте жақсы айтылған, өте түсінікті айтылған біз үшін, өйткені қазақы болмыс бізге шынымен де жақынырақ. Және бұл жерде келдім қайдан, яғни қайдан келгенді тарихымды ұмытпау, нетсем пайдам, яғни қазір осы қолымда не бар, не істей алам, өзім үшін, елім үшін, халқым үшін, жұртым үшін деген сияқты, және өлгеннен соң не болам. Яғни әрқашан
және сол от чего вы не буддист кітабында неге сіз буддист емессіз, яғни кітаптың аты, сол кітапта сен өзіңді осындай болсаң буддист санай аласың, егер мынандай ұстанбасаң буддист санай алмайсың дейді. Және жай ғана йога істеп медитация істейтін адамдар буддист емес екен. Және буддизм тек киім-кешек, шашты тықырлатып алып тастау содан басталмайды. Ол осындай, оның 4 ақиқаты бар. Сол 4 ақиқатты ұстанатын адамдар ғана өзін бір буддизм іліміне тиесілімін деп айта алады дейді. Және маған ұнаған факт, мен интернеттен тексеріп көрмедім, шын ба өтірік па сондықтан білмеймін, бірақ бұл кітапта ешқашан буддизм дін ретінде соғыс ашып өзіне, яғни осы буддизм іліміне ешқашан адамдарды соғыс арқылы шақырған жоқ, мәжбүрлеген жоқ. Және ол кез келген ұлттар, нәсілдер ол ілімді ұстана алады дейді. Ал мәңгілік болмыспен осы буддизм іліміне қандай ортақ нәрсесі бар, мен байқаған, ол жаңағыдай мына жерде айтылған соңғы шумақта бар болған зат жоғала ма, жоқтан әсер қыла ма дейді. Яғни көбінесе біз қазір сырты бүтін іші түтін дейді, осындай сырты жылтыраған әдемі заттарға, материалдық құндылықтарға бір солардың артынан жүгіріп, жаңа машин, жаңа пәтер, жаңа модаға сай киім, бір орта элита, тағы бір жоқ нәрсе, иллюзияға соның артынан жүгіріп, шынымен де құнды нәрсені қолымыздан жоғалтып алуымыз мүмкін бе? Сондықтан осы 3 сұрақты әр адам өзіне жиі қою арқылы өмірде өзінің шынымен де ізін, ана өмірге барған кезде оның алдынан сұрайтын сұрақтарға тура жауап беру арқылы қазіргі сәтте ешкімнен ала жібін аттамай бір дұрыс жолмен жүруді, және қалай өзінің қай жерде туылса, қай ұлтта туылса, ұлтына жақсы, ұлттың алдында өзінің борышын өтеуін әрқашан есіне салып тұрады. Соны ең қызығы 1800 қашан мен әдейі жазып алып едім, 1858-1931 жылдары өмір сүрген Шәкәрім Құдайбердіұлы осы 3 шумақ өлеңде жазып кеткен. Және қарап тұрсаңыз, мүлдем бізге қазақтарға өте алыс жат, үнді халқының буддизм ілімінде де айтылған. Бұл барлық нәрселер, ортақ нәрсесі ол адамны шынымен де өтіріктің артынан қумай, шынымен құнды асыл нәрсені, қазынаны табуына көмектесу, септігін тигізу. Өйткені егер адам баласы көбірек бір көре көсем боласын деген сияқты, көп нәрсені көріп, адамдардың қайғы-мұңын бірге кешіп, және білмеймін, жай ғана тәжірибе, өмірлік тәжірибе арқылы өзіне бір осы өмірде орын табады, сол орынды табу арқылы басқа адамдарға пайдасын тигізе алады деп сенемін. Сондықтан осылай, бұл мен үшін қызықты факт болды. Сіздерге де осы Бейсенбай және әдеби майдан кітабын оқуға кеңес беремін. Және тек өзіміздің ата-бабаларымыздың шығарып кеткен кітаптарын ғана емес, басқа ұлт нәсілдердің де дәл сол адамзат, жалпы адам баласының барлығы осы ғасырлар бойы қойып келе жатқан сұрақтарға жауапты әр түрлі ұлттар, нәсілдер, діндер қалай жауап іздеді, қалай жауап тапты, не деп жауап берді осы сұрақтарға. Көбінесе мәңгілік болмыс идеясы осы майдандарда жиі айтылады. Алғаш рет оны және әрине Қаныш және ғылыми майдан кітабын естіген болатынмын, ол менің алғашқы оқыған майданым. Сондан кейін өзім медитациямен айналысатын болғасын, мен үшін өте пайдалы практикалардың бірі. Және ол туралы, буддизм ілімі туралы, яғни соны шығарған көбірек оқуым келді. Көбірек оқу арқылы мен қатар оқып келе жатқан әдеби майдан қарап тұрсаңыздар, қандай қатысы бар біздің кезінде өмір сүрген ата-бабамыздың өлеңінде дәл сол идея, және буддизм ілімінде дәл сол идея. Сондықтан бұл өте қызық нәрсе. Яғни адамның дініне, нәсіліне және ғаламшардың қай жерінде болса да, ол көзі ашылған адамзаттың барлығы осы бір шамамен 3-4 сұраққа жауапты іздеумен, және сол 3-4 сұраққа жауапты тапқаннан кейін сол нәрсені өмірге әкелумен айналысатынын көрсетеді. Осымен болды. Сау болыңыздар. Назарларыңыз үшін рахмет.